музейге сый тарту деп аталатын республикалық акцияға семейліктер үлес қосуда. Акция аясында Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық музей қорығына Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі Қанат Шүкірбек қазақтың үш алыбы Абай, Шәкәрім және Мұхтар Әуезовке арнаған портреттерін табыс етті. Сондай-ақ белгілі қылқалам шебері музей экспозициясымен танысып, ондағы ұжымға өз алғысын білдірді. Инвесторлар Абай облысының Алакөл жағалауына балалар орталығын салуға ниет танытып отыр. Бұл ретте облыс әкімі Нұрлан Нұранхаев инвестор Абайбек демалыс базасының басшысын қабылдады. Оның меншігінде Үржар ауданындағы Алакөл көлінде жұмыс істеп тұрған демалыс базасы орналасқан жер учаскесі бар. Ол ерекше қажеттіліктері бар балаларға қызмет көрсететін орталық салу мақсатында демалыс базасын қайта құруға ниет білдірді. Инвесторға құрылысты жүзеге асыру үшін қажетті нормативтер мен ережелер, рәсімдеу тәртібі мен құжаттар тізбесі түсіндірілді. Бүгін Бесқарағай ауданының әкімі Жарқынбек Байсабыров мәдени және спорт нысандарына барды. Мекемелердің тыныс-тіршілігімен танысқан аудан басшысы ондағы тазалық, абаттандыру жұмыстарына қатысты ескерту жасап, олардың шешілуін қатаң назарда ұстауды тапсырды. Сондай-ақ аудан орталығы Бесқарағай ауылының көшелерін аралап, жасыл ел жасақтарының жұмысын бақылады. Ауылды одан әрі абаттандыру бойынша берілген тапсырмалардың орындалу барысымен танысып, бір қатар кемшілікті сынға алды. Бүгін Үржар ауданының әкімі Нұржан Тоқсейітов Қаратал ауылындағы Ашылы шаруа қожалығында болды. Бүгінде еңбектің зейнетін көріп отырған Мейірғазы Сұлтанғожаев пен Гүлдәрия Шүкібаева мүйізі ірі қараны көбейтуді жолға қойған. Мұндағы шаруалар шөп ору науқанына дайындық жұмыстарына да қызу кіріскен. Аймақ басшысы Ашылы шаруашылығының жұмысына сәттілік тілеп, ата кәсіпті дөңгелетіп отырған жандарға алғысын білдірді. Қаратал ауылынан кейін Нұржан Төлеужанұлы Бақты ауылына ат басын бұрды. Тұрғындармен жеке қабылдау өткізгеннен кейін аудан басшысы ауылда су құбыры желісін көріп, орталық басқару бекеті мен насостық станциялар жұмысын тексерді. Көкпекті ауданының әкімі Ділдәбек Оразбаев Көкпекті ауылындағы балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің жағдайымен танысты. Аудан әкімінің орынбасары Марат Теміржановқа көрермендерге арналған орын санын ұлғайтуды тапсырды. Сондай-ақ спорт мектебінің директоры Аслан Танысбаевқа мектептің айналасын шөптен тазартып, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, көшеттер отырғызу қажет екенін айтты. Бұл күні Ділдәбек Оразбаев Көкпекті ауылдық округ әкімінің міндетін атқарушы Байсеңгіровпен бірге ауылды аралап, ондағы абаттандыру жұмыстарымен танысып, әрбір көшенің тазалығын жеке өзінің бақылауында ұстайтынын жеткізді.